Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен американский чизкейктің өте оңай және де ерекше рецептісімен бөлісетін боламын. Және де жылдам дайындалады, және де қолжетімді ингредиенттермен жасалынады. Бұл өте оңай, бір жасағаннан шығатын рецепт. Міндетті түрде осы рецептпен жасасаңыз шығатын болады, және де дәл видеодағыдай жасауды кеңес етемін. Бірденен жасамас бұрын ең алдымен видеоны бір рет соңына дейін көріп шығыңыздар. Ең алдымен бізге осындай кез келген 4 бұрышты печенье қажет. Мен топленое молоко дегенін алдым. Кез келген өздеріңіздің қолдарыңызға түскені және де езілетін печенье болса болғаны. Бірақ тұзды болмағаны дұрыс. Езгіштің көмегімен осылай ұнтаққа айналдырып алдым. Сіздер кез келген нәрсенің көмегімен ұнтақтап алсаңыздар болады. Дәл қазір біз коржын жасап жатырмыз астыңғы. Шұңғылдау ыдысқа барлық езілген печеньеларымызды саламыз. Сары майымызды құямыз ерітілген осы печеньенің бетіне. Және де қасықпен араластыратын боламыз. Мен қол салмадым, тек қана қасықтың көмегімен жақсылап араластырып шықтым. Егер де дәміне қарай қаласаңыздар, 50 грамм, 100 грамм орех, яғни жаңғақты езіп салып жіберсеңіздер де болады. Маған жаңғақпен ұнамайды, сол себепті тек қана осы печеньемен жасағанды жөн көрдім. Осы ұнтақ маймен араласқанша ғана осылай жақсылап араластыратын боламыз. Коржымыз дайын, формамызға салатын боламыз. Менде форманың диаметрі 20 см. Және де астынан 2 қайтара фольганы орадым. Кез келген формаға сала берсеңіздер болады. 20 сантиметрлік өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай 2 қайтара салып, жақсылап формасын келтіретін боламыз. Мен стақанның көмегімен осылай жақсылап формасын жасап шықтым. Қалсықтың көмегімен болсын, кез келген затпен осылай жақсылап тығыздап баса отырып формасына келтіресіздер. Май болғандықтан жақсы біргеді, қорықпаңыздар. Астын қатты қалың немесе қатты жұқа етпеңіздер. Және де бортиктері теп-тегіс бірдей болғаны дұрыс. Дайын болған форманы тоңазытқышқа салып, начинкасын дайындағанша сонда бола тұрған дұрыс, кішкене қату керек. Формамыз дайын, астына міндетті түрде протеин төсейтін боламыз, себебі ажырап кетуі мүмкін. Енді чизкейкіміздің начинкасын дайындаймыз, яғни салмасын дайындайтын боламыз. Салмасында менде творожный сыр және де қанты ұнтағы және де 2 қасық кукурузный крахмалды салып, бірденен үшеуін жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырғанда тек венчикті немесе шанышқыны қолданамыз, мүлдем миксер жылатуға болмайды. Осылай ақырындап үшеуі біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Және де бір айта кететін ескерту, барлық ингредиенттер бөлме температурасында болғаны өте дұрыс. Сондықтан алдын ала 5-6 сағат бұрын барлық ингредиенттерді тоңазытқыштан сыртқа шығарып қойғандарыңыз дұрыс. Міне осы массамыздың бетіне 20% қаймағымызды саламыз. 20% болуы тиіс, өте жақсы формасын ұстап тұрады. 33% клейгейімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы біріккенге дейін осылай. Енді жұмыртқаны біртіндеп салатын боламыз. Біреуін саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны араластырмай тұрып, мен бірінші лимон цедрасын салып алдым, яғни лимонның сыртқы қабығын жұқа теркадан өткізіп салдым. Егер де қаламасаңыздар, бұл міндетті емес, тек лимон шырынын ғана қоссаңыздар болады. Осылай бір жұмыртқамен жақсылап араластырып аламыз. Араластырғаннан кейін екінші жұмыртқаны саламыз. Ең соңында лимон шырынын құямыз. Мен кенвудпен сығып алған болатынмын. Көздеріңіз, қолдарыңызбен сығып салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз осылай. Барлығын біркелкі болғанша. Бұл соңғы этап. Міне осындай қатты қою емес, қатты сұйық емес, өте әдемі масса пайда болады. Массамызды енді корждың бетіне құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште жарты сағатта пісіріп аламыз. Және де астына водяной баня деп айтамыз ғой, солай істеуіміз қажет. Қазір көрсетемін қалай істеу керектігін.
жақсылап барлығын осылай саламыз. Бірденнен қызып тұрған пешке саламыз. Астынан 1 литрдей противенге су құйып, осылай қойып қоятын боламыз. Бұл міндетті түрде. Осындай водяной баняда пісетін болады. Бетін жауып, жарты сағатқа қалдырамыз. Тура жарты сағаттан кейін пешті өшіріп, 2 сағатқа соның ішінде чизкейгімізді қалдырып, сонда суытатын боламыз. Бірденнен пештен шығармаймыз және де пештің аузын ашық қалдырмаймыз. Міне менде барлығын суып шықты және де суығаннан кейін де 6 сағат тоңазытқышта тұрды. Міне жайлап шешіп аламыз. Кальций өте тез шешіледі, оңай шешіледі, яғни кальцийдан шешіп алып, әсемдеуді бастап кеттім. Бұл міндетті емес, классикалық чизкейк болғандықтан дәл осылай дастарханға ұсынсаңыздар да болады. Мен әсемдік үшін осылай әсемдедім. Голубикамен және де малинаны пайдаландым. Кез келген жидекпен әсемдесеңіздер де болады. Құлпынайды 4-ге бөліп қойсаңыздар да, немесе майдалап қойсаңыздар да, майдалап турап. Кез келген әсемдеу тура келе береді. Кез келген жидекпен арасына мята жапырақтарын қоссаңыздар да болады. Бұл дәмі өте керемет, қайталанбас дәмі бар чизкейк. Және де өзіне деген бір нәзік дәмі бар, өзіне адамды баурап алатындай, және де екінші рет қайталап жегіңіз келе беретіндей дәм. Міндетті түрде, егер де менің видео рецептім ұнаса, маған лайк басып және де өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Және де қазақша контентті қолдау үшін маған подписаться батырмасында басып, мені жоғалтып алмаңыз, менің видео рецепттерімді. Қазір сіздерге чизкейкті кесіп, іші қалай шыққанын көрсететін боламын. Өте нәзік кесіліп жатыр, және де лимон цедрасын жаңа қосқандағыдай арасында кішкене көрініп тұрады. Егер де сіздер бұлай арасында сары болып көрініп тұрғанын қаламасаңыздар, міне кішкене сызықтар пайда болған лимонның цедрасынан. Егер де бұлай болғанын қаламасаңыздар, лимон цедрасын қоспай-ақ, тек қана лимон шырынын қоссаңыздар болады. Міне көріп отырғандарыңыздай мінсіз болып шыққан, іші де және корждары да. Мен шоколад құйғанды жөн көрдім. Егер де шоколадсыз классикалық түрде жегілеріңіз келсе, дәл осылай жей беруге болады. Бұл міндетті емес, жай ғана әсемдеу. Және де шоколадпен маған ұнағандықтан осылай жасадым. Негізінде өзінің бір молочный дәмімен және де лимон цедрасымен өте керемет дәм болған. Дәмі өте керемет болған. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де мен толық жақсы түсіндірдім деп ойлаймын. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, міндетті түрде астына комментарийға қалдырып кетіңіз. Мен сізге жауап беретін боламын. Енді керемет болған, шоколадпен дәмі де жақсы үйлесіп тұр. Өте керемет. Қайталап жасай бергіңіз келетін рецепт. Осы әдіспен жасап, үйдегілерді қуантыңыз, балапандарыңызды немесе жақындарыңызды деп айтамын. Жаңадан бастап келе жатқан кондитерлер үшін өте керемет рецепт. Пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.